Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай көздің жауын алатын әрі тіл үйретін деревенский картошкаларды жасауды үйрететін боламын. Ешқандай қиындығы жоқ, алаңдамаңыз. Өте оңай жасалады. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен картошкаларымызды осылай жуып тазалап алсақ болады. Достар, егерде жас картошка болса, сыртқы қабығын ашмай-ақ жақсылап жуып бірден кесе берсеңіз болады. Содан кейін ешқандай тұз салынбаған салқын суға салып, суға қайнатып алатын боламыз. Бірақ та пісіргенше емес, су қайнағаннан кейін бар жоғы 3-4 минут қана ұстап, содан кейін оттан ала қоятын боламыз. Бізге керекті мөлшерлер, яғни формасы видеода анық нақты көрініп тұр деп ойлаймын. Осылайша барлық картошкаларды долька ретінде кесіп шығатын боламыз. Содан кейін суымызға салып, отқа қойсаңыз жеткілікті. Мінекей отқа қойдық, қайнап бастап жатыр, осылай сәл араластырып қойсаңыздар болады. Қайнадау деген кезде бар жоғы 3-4 минут қана ұстап, содан кейін судан сүзіп алсаңыз болғаны. Егерде ұзағырақ ұстап қалып, картошкаңыз пісіңкіреп кетсе, формасын жоғалтады, яғни әдемі болмай қалады, езіліңкіреп тұрады. Сол себепті бар жоғы 3-4 минут қана ұстаймыз. Енді дәмдеуіштерімізді қосып бастайық. Ең алдымен ас тұзын қосамыз. Жақсылап осылай лопатканың немесе қасықтың көмегімен араластырып, қызыл бұрышымызды, қара бұрышымызды қосып араластырып отыратын боламыз. Достар, каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Ендігі кезекте күшімізден сарымсағымызды өткізетін боламыз. Бұл жерде бір сарымсақ жеткілікті болады, себебі қатты ащы болып кетуі мүмкін. Мінекей барлығын жақсылап өткізіп, картошкамыздың үстіне салып, араластыратын боламыз. Сарымсағымызды салып болғаннан кейін, осы картошкамызға бір жағынан дәм беретін, бір жағынан түс беретін паприкамызды қосып, және тағы араластыратын боламыз. Достар, осыдан кейін құрғатылған укроп салатын боламын. Егерде сізде свежий, яғни балғын укроп болса да, қоса берсеңіз болады, ештеңе етпейді. Бұл хош иіс беру үшін, үйде бір жағынан бар болған үшін де қосып жатырмын. Егерде сізде басқа да шөптер болатын болса, осындай тағамдарға қосып жіберсеңіз болады. Және сочный, яғни ылғалды балғын болып пісу үшін осындай оливковый масло қосамын. Осы оливка майының арқасында біздің картошкамыз құрғақ болып қалмайды. Піскен кезде сондай сочный болып піседі. Егерде сізде болмаса, қиналмаңыз, өсімдік майын қоса берсеңіз болады. Бірдей қызмет атқарады. Сол үшін үйде не бар, соны қоса беруіңізге болады. Мінекей жақсылап араластырдық. 20-30 минуттай тыныштықта ұстағаннан кейін ғана барып, осылайша табамызға әдемілеп орналастыратын боламыз. Бір жағынан маринад деп айтуға да болады. Маринадталып тұрған кезде ертерек 10 минут алдын пешіңізді 200 градусқа дейін қыздырып қосып қойыңыз. Қызып тұрған 200 градустағы пешіңізге бар жоғы 25-30 минутқа салып алсаңыз, сіздің деревенский картошкаларыңыз дайын болады. Қараңыздаршы, қандай әдемі, тіл үйретіндей керемет дәм.